Оқу оқып, көз ашық азамат болу Қасымның ең сәулелі арман еді. Бойын білімге деген құштарлық буған жетім бала, қой айдаушыларға ілесіп, Семейде тұратын Ахметжан ағасына жетіп, пана тапты. Осылайша, жетімдер үйінің жанынан ашылған бастауыш мектепке кірген Қасым, зеректігімен, алғырлығымен көзге түсті. Ал мына баспалдақтармен кітап құшақтаған бала Қасым күн сайын жоғары көтерілетін. Арманшыл бала оңаша қалған сәттерде алыста қалған анасын ойлайтын. Туған жерін, бірге өскен достарын сағынатын. Көз ашқалы көріп келе жатқан қорлықтарын еске алып қамығатын. Бастауыш мектептен соң Семей педагогикалық техникумының ауыл шаруашылық бөлімінде оқуын жалғастырды. Бұл техникумда әр жылдары халқымыздың Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев сынды көптеген аяулы перзенттер оқып, алаш сиялылары ұстаздық еткенді. Оқуын толық аяқтамаған Қасым Алматыға жол тартты. Кеңестік қоғам орнатып жатқан жас Қазақстанда ұлт кадрларының тапшылығы айқын сезілетін. Осы науқанға іліккен Қасым бір топ қазақ жастарымен бірге Ленинградқа келіп, Орман шаруашылығы институтына оқуға түсті. Алайда іштегі бір беймәлім дүлей қуат жас жанына тағат таптырмаған Қасым Ленинградтан да кетіп тынды. Бұл кез болашақ ақынның астан кестеңі шығып, асты үстіне түскен алмағайып заманнан өзін-өзі шарқ ұраз деп, жан таласа аласұрған шақ еді. Ақыры әскер қатарына шақырылған Қасым Орал қаласынан бірақ шықты. В этом Уральске жил отец моей старшей сестры, Ануар Ситахметов. Он был кадровым офицером. Вот. И наша мама была его женой. И он их всех пригласил к себе домой, в гости, отпраздновать праздник. Вот мама вспоминала, и вот тогда он пришел, мой отец увидел мою маму. Вот. И мама вспоминала, что вот они там в гостиной сидят, а она, значит, на кухне готовила. И мой отец туда зашел и говорит, можно, говорит, попить. Ну и мама, когда ему налила в кружку воды, а он попил и не уходит. Не уходит, потом вдруг раз, говорит, меня, говорит, повернул к себе и поцеловал. И тут же сбежал из кухни. Жастайынан өнерге ынтық Қасым бұл жерде де көркемөнерпаздар үйірмесінің белді мүшелерінің бірі болды. Сол жылдары осы үйірменің негізінде Орал қазақ драма театр құрылды. Театрда ол актер, әнші, әрі әдебиет бөлімінің меңгерушісі болып істеді. Қасым Аманжолов Орал қазақ драма театрының негізін қалаушылардың бірі. Айтшы жаным біліп қана кетейін, өлсем дағы
беретіңнен. Құдайға рахмет. Құданың құдіретіне шәк келтірме. Жақсылыққа зарар келер Құдайға. Айтшы жаным, неден көңілін қалдырдым? Айтшы жаным, не деп серттен тандырдым? Айтшы жаным, не жазыппын мен саған? Неге мұнша жүрегімді жандырдың? Айтшы жаным, Мына ескі үй ақынның жас дәуренінің куәсі. Осы терезенің түбінде оның алғашқы өлеңдері дүниеге келді. Сонау бір шетте, сонау үй кетер ме сірә көңілден? Алушы ет тартып мен ылғи, махаббат жастық лебімен. Терезе алда жас терек, түрекен кімдер сүйеніп, жүрекен кімдер еркіндеп, жүрегін ұстап үйгеніп. Сонымен қатар облыстық екпінді құрылыс газетінде қызмет етіп, өз өлеңдерін жариялай бастады. Ақынның Оралда туған өлеңдерінің дені махаббат лирикасына толы болып келеді. Бұған болашақ жары Сақып Жамалмен танысқаны себеп болды. Алғашқы өлеңдердің жинағы 38 жыл шыққан. Бірақ ол өлеңдерінде 30 жылдардағы поэзияның дамуының өзі қызық болатын. Өйткені ол кездегі шын профессионал ақындардың көпшілігі ұсталып кетті, қуғындалып кетті. Жамбыл бастаған халық поэзиясы күн тәртібінде тұрды. 39 жылы бізде жазушылардың екінші съезі болған. Сонда профессионал поэзия жөнінде айтатын сөз таппай, өйткені Ильяс жөнінде, Сәкен жөнінде, тағы басқалар жөнінде айтуға ол кезде мүмкін емес. Әбділдалар да уже қуғындала бастаған кез, Сәбиттен бөлек қуғындалған кезі. Міне осы кезде негізгі съездегі сөз халық поэзиясы болды. Соны тілге тиек етіп съезді өткізді. Ал осы кезде елдің бәрі жамбылшы жазуға тырысты. Қасым да, мысалы, жаңағы алғашқы шыққан жинағында халық поэзиясына еліктеп, соның стилін біраз пайдаланды. Бірақ Қасым тез өзгерген, тез өскен ақын. 30-шы жылдар мен 40-шы жылдардың шекарасында Қасым уже классик ақындардың дәрежесіне шейін көтерілді. Мағжан мен Қасым арасында оқиға болған жоқ. Болуға тиісті демес. Өйткені 1929 жылдан бастап Алаштың 44 сорпаның бетіне шыққан марқасқалардың барлығы түрмеде отырып, жәнәті мынау Алматыда, Қазақстанда емес, Москвада Бутырка түрмесінде отырып сотталды. Ал бірақ Мағжанның өлеңдерін білгені айдан анық. Сондықтан, егер мынау өзі Қасымның ақындық талантында үлкен поэтикалық табыстар болатын болса, көп жағдайда сырттай соғып кісілердің әсерінде болуы ғажап емес. Алашорда идеясы Қасымға әсер етті, олармен бұл байланысты болды деп мен айта алмаймын. Өйткені Қасым ақын болып бұлай дүниеге кең қарай бастаған кезде Алаш идеясы деген бізде түгел тазаланып кеткен. Оған үкіметтің қатаң қарағандығы сондай, оны оқудың да ешбір ізі болған жоқ, онымен қарым-қатынас жасаудың да ешқандай ізі болған жоқ. Бірақ Қасым өзі ұлтжанды адам. Табиғатында, ұлтжандылықта Қасым алдына жан салмайтын, сосын ойындағы қазақтық психологиясын, қазақтық ой күйін, өзінің мінез құлқын терең аша білген ақын. Кең пейілді, кең далалы қазақпыз. Құл емеспіз, еркін жанбыз, азатпыз.
қас тағдырдың қиқаңына көнбейміз, ел намысын кескілеспей бермейміз, сертің осы азат жігіт, азат қыз, деді Қасым. 30-шы жылдардың аяғында Оралдан Алматыға оралған Қасым Аманжолов 1941 жылдың 4 тамызында майданға аттанды. Алдымен қиыр шығыс әскерінде 1943 жылға дейін болған ол, кейін өз өтінішімен сұрапыл соғыстары жүріп жатқан Батыс майданына барып түсті. Қош бол, досым, жақыным. Уақыт тығыз, сөз қысқа. Кетіп бара жатырмын сұрапыл бір соғысқа. Теккісінде соғыстың дүние меңзеп жатқанда, ажал бейне фашист сұм қасқыр болып шапқанда, қоян емен, адаммын, қайтып бұғып жатармын. Жаны тәтті жаманның сыналар күні мақалдың. Сыналар күні жігіттің, қош бол, досым, сөз қысқа, зіл боп ойым, мен кеттім. Сұрапыл бір соғысқа. Қып-қызыл дария майданға басыммен сүңгіп келемін. Бойлап бір шығып қайранға, ойлап бір кешіп тереңін, білмеймін, қайда жоғалттым. Сескену, қорқу дегенді, есігін қақтым дозақтың өлеңмен келіп мен енді. Жанымды салсам жалынға, жанадау деп те сескенбен, жап-жасыл балғын шағым. Қасымды майданда жүргенімде мен бір батальонға командир болып келдім. Келгеннен кейін менде 1000 адам бар қарауымда. Қазақтан біреу-ақ сол екен, басқа жоқ. Тағы бір қазақ бар, ол Алмасай дейтін, жай қатардағы солдат еді. Онымен жақсы сөйлесіп жүрдік. Қасыммен танысып, сыпайы адам екен. Менің атым Ізгілік дедім, ол менің атым Қасым Аманжолов деді. Сонымен жүрдік. Жүргеннен кейін оның ақын екенін білмейді едім. Бізде бір күні дивизияның коммунистердің жиналысы болды. Ол жиналыста біздің саяси бөліміміздің бастығы Альпин дейтін подполковник баяндама жасады орыс тілінде. Ол өте сауатты адам болған. Соны баяндама бітіргеннен кейін баяндама бойынша коммунистер жарысқа сөзге шығып, мінберге шығып сөйлейді. Бәрі сөйлеп жатты, көбі сауатсыз адамдар. Сөздердің ішінде мән маңызы жоқ. Әйтеуір есеп беру, бірін-бірі мақтау, осындай тәуір жағымпаздық сөзбен сөйледі. Бір кезде Қасым Аманжолов сөйледі. Қасым Аманжолов сөйлеп, баяндаманы мақұлдай келіп, дұрыстай келіп, ақыр аяғында былай деді. Товарищи политработники, вам надо показать пример стойкости и упорства. Ваше место не там, где кипит котел, а там, где идут ожесточенные бои. Вам надо в первую очередь самим находиться в окопах, блиндажах, траншеях и показать беспримерный подвиг. Тогда только наши войны будут защищать Родину смело и бесстрашно. Сол қол сермеп сөйлегеннен кейін солдат коммунистердің бәрі даешь казахский поэт, даешь Қасым Аманжолов деп айқайлап шулады, қол шапалақтап. Сонда барып мен Қасым Аманжоловтың ақын екенін бірақ білдім. Сөйтіп Қасым екеуміз сол 1,5 жылдай соғыста бірге болдық. Қасым өзінің ұлы ақын екенін соғыстың кезде көрсетті. Қасымның соғыстың кезіндегі лирикасы бұл дүниежүзілік поэзияда жоқ, тіпті орыс поэзияның өзінде жоқ. Твардовскийден де, Исаковскийден де биікте тұрған поэзия. Қасымның ұлы ақын екені орыс ұлы отан соғысының кезінде мәлім болды. Қасым ұлы ақын ретінде ұлы отан соғысы кезінде мойындалды. Соғыстан кейін көп ұзамай өзі қайтыс болды ғой. Ұлы отан соғысында Қасымның поэзиясы адамзат тарихындағы ең шынайы шедевр лирикалардың бірі. Және бірегей. Бұл соғыс кезінде жарық көрген шығарма жазылған. Сол кезде мынау қазақ аспанында, рухани аспанында бұл үлкен бір жанартау жарылғандай әсер болған көрінеді. Өйткені ең бірінші үн қатқан болған Ғабит Мүсіреп және социалды Қазақстан газетіне жазып, бұл поэманың ерекше құбылыс екенін өте мәдениетті түрде жеткізді. Қасым алып келген леп бізде әлі ешкімде жоқ деп. Бұл поэма шын мәнінде қазір соғыс кезіндегі шоқтығы биік шығарма деп атайды ғой қазір. Бұндай поэма, дәл осы поэма, мына қазақ поэзиясында әлі күнге дейін бұндай поэма жоқ. Құдірет күші жер жаһанның, қанатын бер қыран құстың, ашуын бер арыстанның, жүрегін бер жолбарыстың. Күллі әлемнің ашуы кегі, орна менің кеудеме кеп, жау жолына атам сені, бомба болда жарылы жүрек. Бар арманым, асқар тауым, көтеріл ел, намыс туы, дебер ұлан бақты жауын, жарқ-жұрқ етіп жан ашуы. Қанды пышақ, жау күлкісі,
қақ жарғандай түн жүрегін шошып ұшты орман құсы, көл күрсініп алды демін. Солдаттың мен дөзіңдей қан қатқан шенеліне, қасарып келем көнбей, ажалдың дегеніне, қасарып келем көнбей, қажысам еш сыр бермейді. Қазақтың, солдаттың характері ғой осында. Қасымның соғыс кезіндегі өлеңдері керемет, біздің соғыс поэзиясының ең керемет үздік үлгілері. Қасым көп өлеңдерін қат түрінде жазған. Сонда елге қат деген өлеңінде менің бір бар едерке тентек ұлым, өліме тірмекен сол құлыным, дейтіндей болдың ғой сен отан анам, жоғалдым зым себеп шықпайыным. Бармын мен бұл дүниеде жүрмін тірі, жоқсың деп жала жабар қудың бірі. Түссем де отқа суға майремен, солдаттың етігіндей жаным сыры дейді. Солдаттың керзуі етігінің отқа да суға салса да, батпаққа салса да, бәріне шыдамдылығы қандай? Қазақтың жаны, қазақтың солдатының жаны Қасымның ұлттық характерді қандай биікке көтерді. Демедай, төсім демедау, көрбем қой бір армандай қыздау. Бір нәзік сәулем гүлім дебедай, сорапыл соғыз, соқты да... После фронта вернулся в Алмату и первым делом решил узнать, как дела у Джамал. К ней пришел и сказал: знаешь, говорит, я, говорит, клянусь, говорит, вот Бог свидетель, я, говорит, не желал смерти Ануару. Он мой друг, товарищ, я его всегда уважал. Ну, раз уж так получилось, говорит, я тебя, говорит, 10 лет ждал, говорит, выходи за меня замуж. Күйеуім әскерде қайтыс болды дейді. Соң түк хабарласпай қойды дейді Қасым. Сүйсем, біреу Қасым жазған хаттарын бәрін тығып қойған екен дейді. Содан кейін өзі маған келген кезде, неге жауап бермейсің маған деп айтты дейді. Сен неге жауап бермейсің саған, хат жазбасаң деп. Содан соны анықтады дейді кейін. Міне сонда келіп, соны мен алды дейді. Бірақ үйінде үлкен қарсылықтар болды дейді. Ахметжан ағасы да байдан шыққан қатын алғанша қыз ал деп. Осындай. Содан кейін мен алып барған үйіне кіргізбей қойды дейді керек болса бәрімізді. Соны достардың үйіне барып тойлаған ғой. Қасекеңнің де өзі мінезі оң тұрған жоқ мысалы. Өте шынайы адам болған. Соңғы шатақ болған керек болса. Ешқандай нәуетек сөз көтере алмайды мысалы. Өйткені жалғандық. Кәдімгі Момышұлы бар ғой, қалай көтере алмаса, бұл кезде сондай өте Момышұлының тіпті нәзік түрі болған бұл. Өйткені әлсіз түрі болған керек болса. Қарсылық жасайды, көзбе-көз жасайды. Анау өзі қаһармен жасайды сонда. Екеуі қатты ұсайды. Бауыржан Момышұлы туралы өлеңді ең сәтті жазған Қасым Аманжолов тағы да. Батырым, бауыржаным дейді халқым. Алыбыш ақын жүрек ердің даңқын келешек келе жатыр көремін деп тік басып туған жерде жүрген қалпын. Ағамыз атағына асқар тау тең, жау келсе жау бүйректей етер жәукем, емендей ерексер сұрапылмен, басымен бұлтты жайпап біздің баукең. Тәуекел деген қазақтың бір керемет әдемі сөзі бар. Ойына келген нәрсесін ақын өзі еркін айтпай тұра алмайды. Ол шын ақын солай. Кінәні маған қойма, жүрекке қой деп Мағжан да айтқан ғой. Ендеше Қасымда нар тәуекел құлашырдым қиынға, қайрат шіркін алып шықса қиын ба? Бұл сапардан сүрініп те қалармын, сонда достым мен айыпқа бұйырма. Жығыламын деп жүре алмаймын жай басып, жүгіремін киіп жарып айқасып. Мүлгей берсін, ілбей берсін қорқақтар, жалт-жұт қарап жан жағына жай басып. Жығылсам да жүгіріммен өтермін, аяңшылдың ақылыммен нетермін. Алқынармын, басылармын, шаршармын, барар жерге бірдірақ жетермін деді. Осы тәуекел Қасымды көп батыл. Әдетте кішілерді емес, үлкендерді талайды ғой. Анау әлгі соғыстан кейінгі болып жатқан айқастарды ұлтшылдықты іздеген уақытында Қасымнан тауып алып, ең алдымен Қасымды біз жазалағанбыз. Сарыарқа сағындырған атамекен,
алдамайдан артта сен қайтсам екен деген сөзі үшін көрмейсің ма мынау сарыарқасын ғана сағынып отыр. Бүкіл Совет елінің майданы жүріп жатқан уақытында елім, жұртым, қазағым не болып қалар екенсің деп мақала жазып отыр. Қазақтың ұлтшылдығындай ұлтшылдық болған емес деп соққан кездеріміз бар. Осы жағынан келген уақытында Қасым сол үлкен қозғалыстардың басы қасында жүруі, өзінің шығармаларымен көрінуі, ол тегінен емес. Демек, оның поэзиясында жан бар, оның шығармаларында үлкен нәр бар. Сол нәрдің барлығын біз толық пайдалануға тиістедік. Біздің енді жасыратыны жоқ, алғашқы кездегі ұғымымызда көп асыра сілтеушілік болды. Біз жаңағы сияқты қаулылардың рухында өстік. Институт оқығанда соларды оқыдық. Бізде бірыңғай ұлтсыздық ұғым пайда болды. Жаңағының барлығында үлкен қателіктер бар деп ойладық. Міне осындай жағдайда келіп, бізге осындай мақалалар жазасың дегенде, сонда Қасым туралы бір мақала менің жазғаным рас, 50-ші жылы. Бірақ Қасым менің осы ең жақсы көретін ақыным. Мен әдеби сауатымды Қасыммен аштым десем болады. 30-ші жылдардың ішінде, аяқ кезінде мен кітап оқуға шамам келе бастаған кезде қолыма түскен ең татымды кітаптардың бірі Қасымның кітаптары болатын. Қасымдар сөзгіліге бастаған кезде мен жаңағы өзімнің көзқарасымның не бұлай екенін анықтай алмай кішкене дағдарыңқырап қалған кезім болатын. Бірақ Қасымның де үлкен бір ұлтшылдықтың сарыны несі бар деген бір түбірмен қопарып, оны айыптау менде болған жоқ. Жеке сөздерге жармасып, сол кезде бір шығыс сөздерінде көп қадағалап жармасушылық пайда болды. Қазақты көп айтады деген сияқты нәрселер мен жазғаным рас. Бірақ соның артынша бір жылдың ішінде мен 50-ші жылдың аяғында жаздым, 51-ші жылдың декабрінде Қасымның партиялығын қарайтын болды. Жазушылардың партия ұйымы маған сен баяндама жасап бер деді. Жоқ, жасамайым. Өзім ана мақаланы жазғандығыма кішкене ыңғайсызданып жүргем. Қасыммен бір бетпе-бет кездесе алғам жоқ. Кездесуден тайсақтап қашып жүрдім, шынымды айтайын. Сосын баяндамамды үстінен қарап, орысшылап, ол кезде жиналыс орысша өтеді. Мен біраз жұқартып, Қасымды жақсы көретінімді, Қасымның үлкен ақын екендігі жөнінде айттым. Сол жиналыста Қасым маған риза болып қалды. И мы все, бабушка, мама, все вместе тот стол накрыли, вино. Он говорит, диета, ну, говорит, давай-ка вина попьем, в общем, как встретим. Вот. И вот тогда я как раз и сказал, вот, говорит, Новый год наступил. Мне, говорит, будет 44, мой отец тоже умер зимой, 44. Если я эту зиму переживу, то буду жить долго, потому что остальные его родственники вообще-то были долгожители. Үйге тек қана Сырбай Мәуленов, Ғафу Қайырбек, Тәкен Әлімқұлов келеді екен үйге. Сол үзбей келіп тұрады, 9 майда Қасым туған күніне келіп тұрады екен. Сонда ең соңғы керемет нәрсе, Жұмағали Сайын келіп, Сақыпжамал, мен кетіп баратырмын оның үйге.
Қасымға қандай сәлем айтасың деп. Мен егер Қасым алдымнан шыға қалса, мен не бетімді айтамын деп айтты дейді. Сонда көрдіңіз ба, адамда неге бар ғой дегенмен ұят деген нәрсе. Анау енді бұрын келмеген онша. Өзі де ауру адам ғой, қайбір шекесі тұрған дейсің. 1949 жылы Виноградов көшесіндегі нөмірі 29 үйден ақынға 3 бөлмелі пәтер берілді. Қасым Аманжолов Тәкен Әлімқұлов Ленсіз жаста ауыл шаруашылығы бөлімінде қызмет істеп отырғанда кіріп келеді, алдында таниды. Тәкенге айтады: Низамидің Ләйлі Мәжнүн 540 жол өлеңін береді. Сен осыны ертеңге шейін аударып кел дейді. Тәкен таң қалады. Қалай болады деп. Жоқ, бітіріп тастайсың дейді. Соның ертесіне түнімен отырып, жаңа өлеңді аударып, қарсы таңертең кесе Қасым Аманжолов пен Сәбит Мұқанов екеуі жүр екен. Өлеңді береді, ертесінде де Қасым Аманжолов: Тәкен, тек қана 40 жолын қырқып тастадым, қалған 500 жол кетті кітапқа деп айтты дейді. Бұл Тәкенді Қасым Аманжоловтың тануы. Және екінші осы жерде Тәкенге Қасым Аманжолов былай дейді: Мен сені қанатымның астына алдым деп, қолын көтеріп, қанатының астына алдым дейді. Қасым өзі соққы жеп өлеңі сынға ұшырап, одан екі жағынан ауру дендеп үйінде жатып қалады. Сол кезде мұны бұрынғы Қасым деп жүргендердің бәрі үйіне келмей қалады. Сонда жалғыз ғана қарлығаштың қанатындай болып шырылдап, бауыры болып Тәкен ғана барып жүреді. Тәкен айтады: сонда дейді, Қасымның ауруының күн сайын дендегені дейді, оның бір ермек етер нәрсесі де қалмады үйінде дейді. Сонда көптік қиналғаным дейді, бір күні ең болмаса көңілін көтеріш үшін деп зоопаркке ертіп бардым дейді. Сонда жас баладай қуанып: Ай, мынауың бір жақсы нәрсе болды ғой, менің көңілімді көтеріп деп айтты дейді. Ал келесі аптада бармай қойды дейді. Тағы да жатып алды. Сонда Қасым ермегі скрипка тартады. Осындай қиыншылықта кейін жерлейтін кезінде Тәкен айтады: сол келмей кеткендер дейді. Мынау Қасымның бір өлеңін айтады ол кісі: Заманның жеңіл ауыз жентелмені білемін, мақтайсың өлген күні мені деп айтқан сөзіне сол ойыма келді дейді. Даттап баяндама жасаған кісі дейді, қарап тұрмын дейді, сол табытқа көмек қолын жаны ұшып көмектесті дейді. Ең соңында тағы да қарап тұрмын, жерге көмер кезде бір өзіңде екі әйелдің аты бар. Күн боп көзің күлгеніңде қабағыңнан ай туар. Қасым дүниеден өткен соң, қазақтың көрнекті ақын Әбділда Тәжібаевтың «Жыл толды, үлкен жүрек тоқтағалы» атты жүрек жарты мақаласы жарыққа шықты. Қазақ қоғамының ұлы ақынды тірі кезінде қадірлей алмағанына өзегі өртене өкініш білдірген, жоқтау сынды жазылған бұл мақала Қасымның екінші өмірінің басталғанының белгісі еді. Шын мәнінде бұл үшеуі де талантты аударма. Маскарадта, Полтавада Василий Теркинді, Низамиден жаңағы Ләйлі Мәжнүнді аударады. Қасым аудармалары жүйелеп зерттеуді қажет ететін дүние. Қасым тану ғылымы ақсап тұр, шын айту керек, әдебиеттегі. Себебі енді жаңағы Тәкен Әлімқұлов, Сырбай Мәуленов, Ғапу Қайырбеков ағаларымыз ол кісінің көзін көрген, сол кісілердің бірлі жарым мақалалары елдің есінде қалатыны. Одан кейін академик Серік Қирабаевтың, бүгінгі Бекен Ыбырайым секілді ғалымдардың мақалалары болмаса, тұтастай жүйелі түрде Қасым зерттеу қолға алынбай отыр. Қасымның өз бағасын ғылымнан алған жоқ деп, әлі күнге дейін ала алмай келе жатыр деп толыққанды түрде айтуға болады. Қасымның барлық өлең баянын зерделеп, зерттеп, оның барлық ғылыми түсініктерін жазып, хронологиялық түзілімін ойластырып жасайтын уақыт жетті. Академиялық жинақтарын бастыратын уақыт жетті. Мысалы, Қасымның мұражайы, жеке мұражайы тұрса, кәдімгі өркениетті түрде.
Қасым танушылар жаңа уақыттың жаңа Қасымы, жаңа ұрпаққа мынау Қасымның кім екенін, Қасымның биігін, Қасымның шыңын, жаңағы оның ұлттың ұлы ақын екенін мойындататындай, соны дәлелдейтіндей еңбектер, жұмыстар жүргізілу керек. Сүйем сені, туған ел, ата мекен. Абзаланым сенсің ғой құшағың кең. Жер мен көктің жәннаты бір өзіңсің. Сенен артық не табам? Қайда кетем? Асан қайғы емеспін. Қасыммын мен, іздеймін деп жерүйік желдей желген. Қорқыт демен, елсізде көр басында қобызымен сырласып күңіренген. Ерке жанмын, өмірде өстім еркін, еркелеме ей жігіт, еспе дергім. Өз елімде өзендей гүрілдеймін, тасып, шалқып өтемін, осы сертім. Өмірінің соңында ақын прозаға ден қойып, өз өмірінен сыр шертетін Қарқаралының қазағы атты роман жазбаққа қамданады. Бірақ үйсіздік, күйсіздік, меңдеп кеткен өкпе ауруы Қасымды ол арманына жеткізбеді. Қарқаралының қазағы демекші, туған жерінен небәрі 10 жасында жетімдік тауқыметін арқалап кетіп, бірден дауыл өмірдің сұрапыл сойқанына еніп кеткен ақын, ата мекені, аңсаған Қарқаралысын бір көруге зар боп өмірден өтті. Бұл Қарқаралда енді біздің Қаздаусы Қазбек биіміз өмірге келген, кешегі Мәди бабамыз өмірге келген, Тәтімбет бабаларымыз өмірге келген, Құланбай мешітіміздің салынуының өзі де, сол кісі осы Қарқаралы жеріне салынуының өзі, бұл да бір тектен тек алынбаған шығар деп ойлаймын. Сонымен қатар Қасымның ауылында былтырғы жылы алтын адамдар табылды. Бұны әлі біздің елімізде мына зерделеп іздейтін жұмыстар әлі көп. Бұл күнде Қасым туған ауылға ақынның аты берілген. Шықшы тауға, қарашы кең далаңа, мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. Ош етімен бұш етіне жүгірсең шаршайсың ба, құмарың бір қана ма? Уа дариға, алтын бесік туған жер, қадіріңді келсем білмей, кеше көр. Жата алмасем топырағыңда тебіренбей, ақын болмай, тасың болсам, мен егер. Ата Саман жолдың қыстауы болған Саробалы ауылының маңындағы Көшен тауының етегі Қасымның кіндік қаны тамған киелі жер. Жас дәурен, гүл жазира қайран жазым, тыңдаған ерке сұлу айтқан назын. Әсерлән көк нөсір күй сал домбыра, жігіттің тебірентесің өнер пасын. Әжесі Жақыбала жас кезінде қазған дейтін ескі құдық сақталған. Бүгінде жұрт мұны Қасым құдығы дейді. Осы құдықтан су ішіп, ақын басқан топырақта аунап қунап, бала Қасым мінген тайға мініп жарысқан осынау жас жеткіншектердің арасында тағы бір Қасымның жүрмесіне кім кепіл? Сүрініп, жеті келеді жүгіріп,
Балам, жақсы бол, менем сені мектебін, сабағынды зейін сал, ақылды бол тентегім. Деп бір жетпес көрсінде, жетінені түсінді. Қасымның поэзиясы соншалықты екпіні, соншалықты кісілігі бізге қайтадан келіп жатыр қазір. Қасым дүниеден кетер кезде ең соңғы сөздердің бірі сен аман бол деп айтты. Сөйтсе шеше сан жерде тұрып, қатының тілеуін тілемейді деп айқай салды дейді. Сонда мен неге тілеуім тіледі десем, менің шығармашылығымның бәрі осы қолында өзі көрсін деген екен ғой дейді. Соңғы бір таңғалатын нәрсе, мен Қасым Аманжоловтың үйіне кірген кезде Қасым мынандай сөйлеп тұр екен де, соңғы апай тұр екен жаңағы. Апай дедім, сіз Қасым Аманжоловтың өзін аумайсыз ғой дедім, Қасым өзі айтатын солай дейді. Біздің жазба поэзиямыз Абайдан басталады. Бірақ Абай мен ортада Мағжан бар еді. Біздің буын, тіпті қазіргі ұлы деп жүрген Мұқағалидың буыны, Қадыр, Жұмекендердің өзі Мағжанды оқымай, бірден Қасымның партасында отырған шәкірттері. Екі ортада Абайдан кейінгі екі ортада бүгінгі ұлы поэзияны жалғастырып жатқан жалғыз көпір Қасым. Қасым болмаса, бүгінгі 21 ғасырда қазақ поэзиясы мұнда биікке жетпес еді. Біз осыны ұмытып барамыз. Қасымның кезінде поэзияда бір-ақ кейіпкер болатын. Ленин мен Сталин, завод пен фабрика ғана. Адамның бетін поэзияға бұрған жалғыз Қасым. Ол кезде тек Ленинге, Сталинге табынатын ел. Сол кезде Ленинге де қолдан шығарған құдайларға табынбайтын поэзияны жасаған. Ей тәкаппар дүние мағанда бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы деген. Шарлаған жолым жатыр жер бетінде, көрінер көлеңкесі келбетінде. Қай жерде үзіледі қайран сапар, түйін боп өмірімнің бір шетінде. Қай жерде үзіледі қайран сапар, түйін